Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Видеоның соңына дейін қарап, подписка, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен бауырсақ әзірлейтін боламыз. Алдымен 250 мл жылы сүт, 250 мл жылы су, толы ас қасық ашытқы, 50 грамм шекер, 1 шай қасық тұз, 2 дана жұмыртқа және қаймақ немесе майонез 50 грамм қосып араластырамыз. Ертілген 70 грамм сары майымызды құйып, жақсылап араластырып, үстіне 1 келі немесе 900 грамм ұнымызды қосамыз. Ұнымызды біртіндеп араластыра отыра қосасыздар, бірден бірақ қоспаңыздар. Бауырсақ қамыры қатты иленбеуі керек, сондықтан ақырын баса отыра осындай жұмсақ қамыр болуы керек. Беті кеуіп қалмау үшін салафан мешогымызды салып, үстіне орамал қойып, жарты сағатқа жылы жерге қоямыз. Жарты сағаттан кейін бауырсағымыз осындай болып көтеріледі. Мен бір басып, тағы да жылы жерге 15 минутқа қойып қойдым. Он 15 минуттан кейін бауырсағымыз тағы да осындай болып көтерілді. Екі бөлікке оңай жазылу үшін бөліп алып, астына аздап ұнымды қосып, тым жұқа емес, тым қалың емес қылып жайып шығасыздар. Бауырсақтың ең бірінші көңіл бөлетін жері ол осы қалыңдығында. Егер де қатты жұқа болған жағдайда бауырсағымыз қытырлақ болып қалады. Ал егер де қатты қалың болып кеткен жағдайда, онда арасы шикі болып піспей қалуы мүмкін. Сондықтан қатты қалың емес, қатты жұқа емес қылып жайып аласыздар. Мен өзім ылғи қолданатын осы формамен кесіп алдым. Егер де сіздерде бұндай форма болмаса, стаканмен немесе 4 бұрыш тығып кесіп алсаңыздар да болады. Кесіп алған бауырсақтарымызды тағы да 10 минутқа осындай матаның үстіне қойып, бетін жауып қойып қоясыздар. Әбден көтерілгеннен кейін барып қызып тұрған майымызға салып қуырып аламыз. Бауырсақтарымыздың екінші ескеретін кезеңі осы майдың қызуы. Майымыз бір қызғаннан кейін пешіміздің температурасын орташа температураға қойып пісіріп аламыз. Қатты қызып кеткен жағдайда бауырсақ тез қызарып, ортасы шикі болып қалады. Осымен біздің бауырсақтарымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Нұржамал.